Сәлем достар, сен бүгін Абилгүл және бүгін біз әрине Крафтсман ойнаймыз. Камераны бірге алайын. Достар, бүгін менің деген житель подписчигім келеді. Ол деген уже келуі керек. Біраз уақыттардан кейін. Где-то қанша уақыттан кейін 4 сағаттан кейін келуі керек ол. Жақсы, мына үйге ешкім кіріп алмады ма екен? Сіз кімсіз? Кәрі адамсыз ба? Аха, мен және мына үйде тұрам. Мынау менің подписчигіме арналған бір үй. Алып кетіңіз, басқа жақта тұрыңыз. Сіз өз қайда тұрасыз? Мен мұнда. Жоқ, мұнда тұрмай тұрып қайда? Бір жабырашыды үйде. Көрсетесіз ба? Аха, көрсетерім. Мен сізге көмектесе алам, ремонт. Жақсы. Қазір мен. Достар, бүгін біз деген кәрі үлкен адамға ремонт жасаймыз. Прикол, күшті болыпты. Өйткені маған деген подписчигім мен үй бергем. Сол үйді. Енше мен инструменттерімді алайын. Сөйтіп болды. Сосын достар, мен креативтамын бүгін. Білмесеңіз. Сол үшін мен онымен бірге бар алам. Житель, көмектесейін ба? Аха, қазір достар. Тұрмаға выживанияға кіру керек. Достар, выживанияда оңай болады. Жақсы, мен деген осы заттарды алайын, достар. Осы телевизорында алып кетейін. Осы мынаны да алып кетем. Ванныйын да алып кетем. Ай, достар, ведро алып келем қазір. Ведро. Қазір мен креативқа кіре салайыншы. Міне. Ведро таптым, достар. Достар, енді маған қайтадан выживанияға кіру керек болады. Ой, достар, маған губка керек. Өйте губка аламыз енді. Губка. Сұты алайық. Және мынаны да алайық. Канализация бар кім? Прикиньте. Мыналардың бәрін алып тастайық. Если что, достар, мен мына жерде. Жақсы кеттік. Ой, жылдан кетіп болды ғой. Достар, енді маған мына жерде алып тастау керек болып тұр. Өйткені оның мына жердің күшін өзгеріп қойыпты. Міне нормально тұр. Жақсы, достар, мен оны үйіне келгенде камераны қосам. Достар, кеттік. Қараңыздар, достар, деревня номер 17. Стройка дейді. Қараңыздар, ауыл, мына жерде жаңа ауыл пайда болатын болды. Ура! Сөйтіп ауыл деген ауылдың бәрі дамайтын болады. Жақсы. Қараңыздар, қандай күшті тропинка. Сосын мен де өзімен бірге лопата ала салдым на всякий случай. Жақсы. Қарай, окей? Достар. Міне мен
мен әкелген заттар. Креативпен жасайын ба? Аха. Креативқа кірейік, достар. Ал мен, достар, бізге төсекті қою керек. Төсекті қайда қоямыз? О, қараңдар, достар. Мына жерде тау болып. Мынандай жер жасайын. Ендеше. Мінеки. Ой, бұладың шығар енді. Пространство көп болу керек қой екен. Пространство көп болса, өте жасау оңай болады. Жақсы, достар, жасайық. Достар, давайте мынаны мұнда қойайық. Сундугымызды мұнда. Телевизорды ше қайда қоямыз? Давайте, достар, телевизорды мұнда қоямыз. Қалай? Что? Сосын мынаны, жоқ, мынау деген вентиляциясы шығар. Ол өзі айтып еді ғой, вентиляция жақсы көремін. Қараңыздар, достар, карта тұр мұнда. Мынау біздің ауыл ғой. Ана жақта фургон тұр, алымында деген үй тұр. Мына көршілердің үйі бар. Шынымен біздің ауыл екен мынау. Ана жақта церковь тұр. Анда болса огород, мында тоже огород. Мә, күшті. Ана жақта дегенде тарапилка бар еді. Давайте басқашылауға қырып қоямын. Қылып қоямыз, а? Әдемі көрінеді. О, нормально, ауылының картасы түсті оның ауылының. Міне оның үйі. Мына жерде бағанағы жол біз жүрген. Әдемі. Енді бізге әрине төсекті қойды, проигрыватель бізде. Давайте осында тұрсын. Ал туалет қайда тұрады? Туалет. Қайда тұрады туалет? Давайте осында тұрсын. Осылай жауып қойайық алдымен. Терезені де. Мінеки. Оған ақ түсті стекло ұнамайтын шығар. Сол үшін мына жерді жауып қойып. Как будто, достар, шынайы өмірде осындай үйде тұрып жатқандай. Бірақ мынандай үй керек емес па? Ол шомылатын болады. Бірақ деген бір проблема бар. Мынаны қайда қоямыз? Давайте осында терезелерді алып тастайық. Міне. Сын канализация. Сені берейік. Бітті. Дайын бәрі. Төмен деген қараңыздар. Жақсы, сау болыңыздар, достар. Лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Сіздермен бүгін мен болған Абелгау, сау болыңыздар.